Ал жақсыларым, сіздерге айым Төрі ханымның сұрағына жауап берейінші. Перелив ешқашан түспейді дейді. Түспейді. Неліктен? Себебі сіз жазылар кезде қандай ортаға бара жатсыз? Кімнің командасына? Спонсорыңыз кім? Ол ортада өсімтал адам бар ма? Ойланбайсыздар. Міне сонан кейін осындай өкпелер шығады. Енді қараңыздар. Мен командама 18 адам шақырыппын. 18 адамның барлығының бір веткасының өсуіне спонсор ретінде перелив беріп отырмын. О жерде менің адамдарымен сол келген адам бір веткасы толығымен өсуге мүмкіншілік бар. Перелив деп осыны айтады. Сондықтан жазылар кезде қыздар, кішкене ойланыңыздар. Қандай жерге түсесіз? Кейбір адамдар басқа қаладан болса, ой, мен Атыраудамын, Астанадамын, сіз Алматыдан екенсіз ғой, дейтін бір сылтау айтасыздар. Германияда болыңыз, Японияда болыңыз, Қытайда болыңыз, қазір онлайн жұмыс жасаймыз ғой. Сондықтан өсіп келе жатқан ортаға түсуге тырысыңыздар. Кім жазылған жоқ, келіңіздер командама. Бірге Турцияны тегін путевкасын жасайық. 90 күн уақыт бар әлі. Ал сәттілік барлықтарыңызға.